Қай кезде де қызды алып қашу елді бір-біріне жау қылатын, егер қылатын, екі рудың арасына қан төгіспен ешқашан бітпейтін жаңағы дау әкелетін нәрсе болды. Бұл қазақтың дәстүрі емес. Қыз алып қашқан жігітті тіпті өзінің елі де қорғай алмайды. Мысалы жаңа Қалқаман мен Мамыр, Салиқа мен Сәмен деген хикаялар бар ғой. Қай кезде де қызды алып қашу үлкен қылмыс, елдің арасын бүлдірген жетесіздік саналған. Енді оны менің шешем айтып отыратын, біздің ауылда ең алғаш рет қашып тиген Ұлжан деген кісі болды. Күллі ел жұрт болып қарғады. Содан кейін сол адамның өмірі жақсы болмайды. Ол коммунист кезінде басталған шығар. Сол қыз алып қашу сол. Мысалы